Құрметті Ғалия-Бану Кәбиевна, сізді 60 жасқа толған мерейтойыңызбен Павлодар қаласының мектеп мұғалімдері атынан мен Жұмагожина Жанетта Бауыржановна шын жүректен құттықтаймын. Сіз тек қана білікті ғалым емес, тәжірибелі әдіскер ретінде ұстаздарға қолдау көрсетіп, қазақ тілін оқытудың сапасын арттыруға зор үлес қосып жүрсіз. Біз сізді өзіміздің ұстазымыз, білікті әдіскер ретінде мақтан тұтамыз. Сізге зор денсаулық, отбасы амандығын тілейміз. Мерейтой құтты болсын. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Қазақстанның индустриалды орталығы, кеншілердің шаһары Қарағанды қаласынан баршаңызға жалынды сәлем. Талай игі істердің, игі бастамалардың ұйытқысы болып жүрген республикалық, халықаралық деңгейдегі іс-шараларды ұйымдастырушы, ондаған кітаптардың авторы, еліміздің білім беру жүйесін дамытуда өзіндік үлкен үлесін қосып жүрген мықты әдіскер, ұлағатты ұстаз, белгілі ғалым Ғалия-Бану Қабиқызы. Сізді бүгінгі келіп жеткен мерейлі жасыңызбен шын жүректен құттықтаймын. Отбасы жақындарыңызға амандық, деніңізге саулық, еліміздің білім беру саласын, ана тіліміз қазақ тілін дамытуда жасап жатқан еңбектеріңізге шығармашылық табыс тілеймін. Әрдайым жақындарыңыздың, әріптестеріңіздің арасында абыройыңыз асқақтап, мерейіңіз тасып жүре беріңіз. Қайырлы күн, құрметті Ғалия-Бану Қабиқызы. Ақ жайық өңірінен сізге ыстық ықыласымды білдіру үшін игі тілегімді жеткізуге рұқсат етіңіз. Сізді 60 жас мерейтойыңызбен шын жүректен құттықтаймын. 60 жас өмірдің биік белесі. Бұл жасқа жету мол тәжірибе, көргені мен түйгені көп, ақыл парасатты толысқан кезеңнің айғағы. Зерттеулеріңіз жемісті, ойларыңыз ұшқыр, еңбектеріңіз халықаралық деңгейде жоғары бағалана берсін. Деніңізге саулық, отбасыңызға амандық, шығармашылық шабыт пен жаңа ғылыми белестер тілеймін. 60 жасыңыз құтты болсын. Қадірменді Ғалия-Бану Қабиқызы. Адам өмірінің ең бір асыл кезі, асқар белі 60 жасқа келіп отырсыз. Осы қуанышты күнде шын көңілден шыққан ізгі ниет, ақ тілектерімді қабыл алғайсыз. Осындай қарқыныңыздан қалмаңыз, шабысыңыздан танбаңыз. Қазақтың шеханы, шерағасы 60 жаста тал түстейді. Олай болса 60-тың асуынан асып 70-ке аяқ басқан шағыңызда елге етер еңбегіңіз, келер ұрпаққа берер тәліміңіз. Алдағы уақытта жалғасын табады деп сенім білдіреміз. Құрметті Ғалия-Бану Қабиқызы, бүгін өзінің парасаты мен айналасынан нұр шашып, қазақ сөзінің қадірін ұқтырып жүрген аяулы жанның мерейлі тойы. Сіздің бойыңыздағы зиялылық, кәсіби шеберлік және тілге деген шексіз махаббат бізді әрқашан тәнті етеді. Ғылымның ауыр жүгін арқалап, тіл біліміне қосқан үлесіңіз өлшеусіз. Сіз тек профессор емес, руханияттың шырақшысыз. Осынау ақ тілекті Шығыс Қазақстан облысы Шаманайха қаласының символына айналған Мария жартасы ескерткіші көрінісінен сәлемімді жолдаймын. Мерейіңіз үстем, тойыңыз құтты болсын. Жүзіңізден шуақ, даусыңыздан даналық үзілмесін. Құрметпен Ажар Қуанышбекқызы. Құрметті Резуанова Ғалия-Бану Қабиқызы, сізді 60 жас мерейлі туған күніңізбен шын жүректен құттықтаймын. Сізге зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, шығармашылық шабыт, мол табыс тілеймін. Қазақта ұстазы жақсының, ұстанымы жақсы дейді ғой. Сіздің тәрбиелеген шәкірттеріңіз Қазақстанның әр өңірінде елге қызмет етіп жүр. Сондықтан қаламыңыз ұштала берсін, елге береріңіз сарқылмасын деп. Құрметті Ғалия-Бану Кәбиевна, сізді Екібастұз қаласының 1997 жылғы түлектер атынан 60 жас мерейтойыңызбен құттықтаймыз. Басыңыз аман, деніңіз сау болсын. Алла ғұмыр беріп 100 жасаңыз.